Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен Абылай ханның қазақ жерін сақтап қалуда жасаған ерліктері мен қытайлар жайында қазақтарды ескерткен сөздері жайында айтатын боламын. YouTube талаптарына сай келмейтін кейбір қатыгез тарихи мәліметтерді Telegram каналыма салып отырамын. Видеосындағы сілтемеге өтіп каналыма тіркеле аласыздар. Тәуке ханның сұлтандардың билігін шектеп, билердің ықпалын арттырған жеті жарғы деп аталатын заң жобасынан кейін, бұрындары толықтай әскериленген жүйеде болған қазақ хандығының билігі істің адамдарынан сөздің адамдары болғандардың қолына көшті. Билікке келген билер қысқа уақытта қыруар байлыққа тап болды. Оларға тақта күшті хандар емес, өздерінің айтқанын істейтін әлсіз хандардың отырғаны қажет болды. Сондықтан Тәуке хан қайтыс болған соң бұрынғыдай жорықтарда көзге түскен таңдаулы жауынгер сұлтандары емес, билер сайлаған ешкім танымайтын ел басқаруды қабілетсіз адамдар таққа келді. Оған көңілі толмай наразы болған көптеген сұлтандар өз әскерін алып кетіп қалды. Қазақ әр тарапқа бөлініп шашылып қалды. Бұны көрген жоңғарлар жорыққа шығып Қоңтайшы Цевен Раптаның бастауымен 1723 жылы қазақ жеріне басып кіріп халықты қырды. Шамамен осы тұста жоңғарлардың Түркістанға жасаған соққысында Сұлтан Абылайдың туыстары ажал құшып, өзі 13 жасында жетім қалды. Абылайды әкесінің қызметкері әреңденгенде жоңғарлардың қылышынан аман алып шыққан болатын. Қиын жағдайда қалған Абылай ұзақ уақыт бойы Төле бидің түйесін бағып малшы болып кетті. Сөйте тұра, бала кезінен жауынгерлік өнерге құштар болған Абылай әскери істерден қол үзбеді. 1731 жылы қазақ жоңғардың кезекті бір шайқасында Шарыш деген жоңғар батырына қарсы Абылай 20 жасында соғысқа шығып, оны жекпе-жекте өлтіріп әйгілі болды. Қалдан Сереннің қазақтарға қарсы 1741-1743 жылы жасаған жойқын шабуылына қатысып, жоңғарлардың қолына тұтқынға түсті. Абылай тек жауынгер емес, сондай-ақ шебер дипломат болатын. Жоңғарларды тұтқында болған кезінде жоңғар тілін үйреніп, Қалдан Сереннің жүрегіне жол тапты. Қоңтайшыға қазақ пен жоңғар түбі бір туысқан халық. Біз өзара бір-бірімізді қырып жойып жатқанымызды сыртымыздан Ресей мен Қытай тамашалап тұр. Сол үшін де Қытай патшасы сіздермен бейбіт келісім жасап, бар күштеріңізді бізге бағыттауға мүмкіндік беріп тұр. Ал Ресей еділ қалмақтарына шектеусіз қару-жарақ сатуға рұқсат беріп, бізге қарсы айдап салып жатыр. Бұл екеуі де біз қашан қансырап құрдымға кетер екен деп күтіп отыр. Қашан сол күн жетсе, сіздерді Қытай, бізді орыстар басып алып құл етеді. Сондықтан соғысты доғарып, бейбітшілікпен одақтас болайық деп ұсыныс білдірді. Бұны ойланып, дұрыстығын аңғарған Қалдан Серен Абылайды тұтқыннан босатып, тіпті оған бір қызын тұрмысқа берді. Сондай-ақ Қалдан Серен қазақ пен жоңғарды бір ұлтқа айналдыруды да көздеді. Қалдан Сереннің жоспары бойынша қазақтың біраз бөлігін Жоңғарияға, ал жоңғардың біраз бөлігін қазақ жеріне көшіріп, өзара үйлендіріп, араластырғысы келді және қазақ хандарын ұлы хан деп мойындауға да келісті. Бірақ бұл жоспары жүзеге асып үлгермеді. Себебі көп ұзамай 1745 жылы Қалдан Серен қайтыс болып, жоңғарлар таққа таласып, өзара қырқысып кетті. Жоңғар тағына үміткер Әмір Сана Қытайға, яғни Цин империясына қашып барып, олардан көмек сұрады. Бұны тамаша жаңалық деп қабылдаған Цин патшасы оған көмектесуге уәде беріп, қалың қолын аттандырды. Бірақ Қытайдың мақсаты Әмір Санаға тақта алып беру емес, жоңғарды қырып жерін басып алу болатын. Қазақтармен соғыста және өзара таққа таласта әбден әлсіреп берекесі кеткен жоңғар 3 жыл соғыста Қытайлардан жеңіліп, 1758 жылы тарих сахнасынан жойылды. Оның орнына 1761 жылы Шыңжаң өлкесі құрылды. Қазақтың жаңа көршісі болған Цин империясы қазақтарға бірнеше талаптарын қойды. Біріншіден, қашқын Әмір Сананы ұстап беріңдер. Екіншіден, Алтай-Тарбағатайда Цин империясының жері екендігін мойындайсыңдар. Жоңғария иеленген барлық аумақ енді бізге тиесілі деп ескертті. Бұл кезде хан болмаса да барлық әскерилердің алдында ең беделді, іс жүзінде хан секілді басқарып отырған Абылай бұл ұсыныстардың бәрінен бас тартты. Ол Әмір Сана мен оның адамдарын өз мүддесіне сай пайдаланғысы келді және Алтай-Тарбағатай қазақтың байырғы қонысы, біз бұл аумақтан ешқашан бас тарта алмаймыз деп шабуылды өзі бастап кетті. Бұған ашуланған Цин патшасы ендеше қазақтарды да жоңғарлармен қоса жаулап алыңдар деп 40 мың әскерін аттандырды. 1756 жылы Қытай Шүршіттің 40 мың әскері қазақ жерінен басып кірді. Абылай тек 6 мың әскер шығарып, бұрынғы сақтар парсыларды жеңген секілді өздеріне тиімді жерге алдап алып барып, тиіп қашып соққы беруді жөн санады.
қазақ жасақтарына Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары батырлар басшылық жасады. Қазақтар қытайларды қалайда Жетісудағы қалаларға жолатпау үшін оларды бос жатқан жазық далаға алдап алып кетті. Қазақтардың артынан шамамен 1 жыл бойы қуған қытайлар әбден адасып, тоз-тозы шықты. Олар жапан далада азық таппай өздерінің мінер жылқыларын да сойып жеп жаяу қалды. Қазақтар да олар күтпеген кездерде садақ оғын жаудырып, олар қамданғанша ашық соғысқа шықпай, лезде жан-жаққа ұстатпай қашып кетіп, олардың санын тұрақты түрде азайтып отырды. Құрдымға кетіп бара жатқан қытайлар тез арада бұл жерді тастап шығу керегін түсінді. Олар аштықтан қырылып қалмай тұрғанда еліне жетуді көздеп, дереу келген жақтарына бұрылып кетуге асықты. Бұны көріп бақылап отырған Абылай қазақ батырларының басшылығымен оларға күрете соққы берді. Қазақтар соғысты таң сәріде бастады, себебі бұл уақытта шық түсіп дымқылданған Қытай мылтықтары мен зеңбіректері дұрыс атылмайтын. Нәтижесінде әбден ашығып әлсіреген Қытай әскері қазақтың 6000 әскерінен ойсырай жеңіліп жаппай қырылып қалды. Тек бірен-сараны аман шықты. Оларды Абылай әдейі елдеріне қалай қырылып кеткенін жеткізу үшін тірі қалдырды. Бұл жағдайға қатты ашуланған Син патшасы не істерін білмей даулықты. Дегенмен тағы әскер жіберетін шамада болмады, себебі өз ішіндегі бүліктерден басы қатып жатты. Ақыры Шығыс Қазақстанда қазақ жері деп мойындауға мәжбүр болды. Абылай да қазақтардың байырғы қонысын қайтарып алған соң, ары қарай соғысуды қажет деп таппай, Қытаймен бейбіт келісімге келді. Қазақ-Қытай арасында сауда келісімі жасалып, тұрақты түрде қазақ жылқылары Үрімші базарларына жөнелтілді. 1757-1760 жылдары шығыстағы жерлерін кеңейту мақсатымен қазақтар Алтай түркілеріне жорық жасады. Қошқарбай батыр бастаған қазақтар Абылайдың бұйрығымен Алтайға басып кіріп, Алтай түркілерін қырып салды. Алтай түркілері ауыр зардап шегіп, құлдық пен күңдікке түсіп жатты. Сол тұста Алтайға қазақтардың жылжуы ұнамаған Ресей мен Цин империясы қысым келтіріп, соғысты тоқтатуға әрекет жасап, Абылайға елшілерін жіберді. Бұлар екеуі бірігіп шабуыл жасаса қиын жағдай болады деп тапқан Абылай 1760 жылы Алтай түркілерімен соғысты аяқтады. Нәтижесінде қазақтар Алтай тауының біраз бөлігін өздеріне қосып алды. Абылай сонымен қатар оңтүстіктегі қорғансыз қалған қазақ қоныстарын мазалап жүрген қоқандықтарға соққы беріп, оларды оңтүстіктен ығыстырды. Тоқтаусыз ауыр шайқастардан қажып, біраз тынығып алуды көздеген Абылай Бурабайға демалуға кетті. Бұрындары Шығыс Қазақстанда жоңғар шапқыншылығына байланысты көп қазақтар тастап кетуге мәжбүр болған етін. Енді қазақты кері қайтару үшін Абылайдың адамдары бос жерге халықты шығысқа қарай қоныстандырумен болды. Себебі ол жақта қытайлар қоныстанып алады деген қауіп болды. Қазақтардың жоңғарлардан босаған жерлерін кері қайтаруына қырғыздар да килікті. Олар қазақтар жоңғар Қытаймен соғысып әлсіреді, бізді тойтаруға шамасы келмейді деген оймен қазақ ауылдарына шабуыл жасады. Бұрыннан бері қазақтар қырғыздармен достық қарым-қатынаста болғандықтан олар тарапынан шабуыл күтпей, шекаралық аумақтарды қорғауға әскер қалдыруды ойламағандай етін. Сондықтан қырғыздардың бірінші шабуылы қазақтарға ауыр тиіп, бейбіт халық үлкен зиян шекті. Бұл жағдайдан соң 1759 жылы сол маңда жақын орналасқан Әбілпейіз сұлтан 15 000 әскермен қырғыздарға соққы берді. 1760 жылы әскер жинап келген Абылайдың басшылығымен қазақтар қырғыздарға күрете соққы берді. Бұл жайында тарихшы Левшин 1760 жылы орта жүз қазақтары қырғыздарға ауыр соққы берді деп те жазды. Қазақтар қырғыздарды ойсырата жеңіп, қырғыздар бітім сұрап бейбіт келісім орнады. Бірақ қырғыз тарапы үнемі бейбіт келісімді бұзып, бірінші соғыс бастауларын тоқтатпады. Және қазақтардың ең маңызды сауда қаласы Ташкентке баратын саудагерлердің жолын жауып, оларға қарақшылық шабуыл жасауларын жалғастырды. Бұл жайттар қазақтардың шыдамын тауысып, 1770 жылы Абылай үлкен әскермен қырғыз жеріне ішкере енді. Абылай Іле мен Шу өзендерінің аралығын қырғыздардан толық тазартты. Абылайға қарсы бүкіл қырғыз одақтаса отырып әскер шығарды. Шешуші қанды шайқас Қызылсу мен Шамсы өзендерінің бойында орын алды. Қырғыздар қанша табанды қарсылық көрсетсе де, көптеген шайқастарда машықтанған тәжірибелі қазақ жауынгерлер мен батырларына төтеп бере алмай қырылып қалды. Бұл шайқас тарихта Жайыл қырғыны деген атпен белгілі болды. Бұл соғыстан бұрын қырғыз саны 40 000 шаңырақ болса, Жайыл қырғынынан кейін 26 000 шаңырақ қана қалды. Қырғыздардың оң қанатындағы ең саны көп, қуатты Солту тайпасынан бар болғаны 40 адам ғана тірі қалды.
Кейін олар санын біршама қалыптастырса да бұрынғы қуатына жете алмады. Ауыр қырғыннан соң қырғыз рубасылары Көкшетауға асығып қазақтармен бейбіт келісімге отырды. Одан кейін де қырғыздар қазақ жерінен дәмелі болып көп соғыстар бастаса да барлығы сәтсіз аяқталумен болды. Жалпы айтқанда Абылай қырғыздарға қарсы 1760, 1765, 1770, 1773, 1774, 1779 жылдары жорық жасап, оларға үлкен апат алып келді. Соғыс нәтижесінде қырғыздар толықтай жеңіліске ұшырады. Қазақтар оңтүстіктегі кең байтақ жері мен қалаларын сақтап қалды. Қырғыздар соғыс шығынын өтеп, үлкен ақ үйлі аманат жіберуге мәжбүр болды. Тұтқынға түскен қазақтарды еліне жіберді. Қырғыз манаптары ендігі әрі соғыс бастамаймыз деген уәдемен ұлдарын аманатқа жіберді. Қырғыз ханшасы Тәтіш ханым Абылайға әйелдікке берілді. 1771 жылы Ресейден қорлық көрген еділ қалмақтары 180 мың адаммен ата қоныстары Жоңғарияға көшпекші болып жолға шықты. Олар тікелей қазақ жерінен өтпекші болды, бірақ қазақтар оларды жай өткізбей жойқын шабуылдарын бастады. Ақыры көптеп қырылған қалмақ ханы Абылайға бодан болу жайында өтініш білдірді. Бұған Абылай келісіп, қалмақтарды қосып алуды жөн санады. Бірақ қазақ сұлтандары мен батырлары бұған түбегейлі қарсы болып, қалмақ біздің 7 атадан бергі жауымыз, олар тірі шықпайды деп келіспеді. Көпшіліктің пікірмен санасуға мәжбүр болған Абылай қалмақпен аяусыз соғысуға келісім берді. 1771 жылы болған шаңды жорық нәтижесінде 180 мың қалмақтар шамамен 20 мыңдай ғана аман шықты. Олар жан-жаққа бытырап шашылып кетті. Шаңды жорық нәтижесінде еділ қалмақтардың шаруасы бітті, ал көшпей қалған аз бөлігі одан кейін саяси ықпалынан айырылып, қазіргі Ресейдің Калмыкия аумағында сақталып қалды. Қорытындылап айтқанда, Абылай сыртқы саясатта қазақ-жоңғар шайқастарына белсенді қатысып, абырой жинап көзге түсті. Жоңғарларға қарсы соғыста қазақ батырларының басын қосып, шығыстағы жерлерді кері қайтарды. 1756-1757 жылдардағы Шүшіт қырылған шайқасында басып кірген Қытай Манчжурдың 40 мың әскерін бар болғаны 6 мың әскермен күйретіп қазақ жерін қорғап қалды. 1757-1760 жылдары Алтай түркілеріне соғыс ашып, олардан Алтайдың бір бөлігін тартып алды. Қоқан хандығына жорыққа шығып, оңтүстіктегі қазақ қоныстарын азат етті. Қоқан хандығы Абылай бастаған қазақтарға төтеп бере алмай, бейбіт келісімге отыруға мәжбүр болды. Қазақ жеріне көз тіккен қырғыздарға да соққы беріп, 1770 жылы болған Жайыл қырғыны шайқасында қырғыздардың жартысына жуығын қырып салды. 1771 жылы қазақ жері арқылы шығысқа көшеміз деген еділ қалмақтармен болған шаңды жорық шайқасында оларды күйретіп, 180 мың қалмақтан 20 мыңдайы әрең қашып құтылды. Абылай билік құрған заманда 300-дің басы қосылып, қазақ елінің қуаты артты. Жан-жақтан жабылып қаумалаған жауларға сәтті төтеп берді. Қазақтар шығыста жоңғар мен Шүшіт Қытайға, оңтүстікте қоқан өзбектері мен қырғыздарға, батыста еділ қалмақтарына соққы беріп, қазақ жерінің тұтастығын сақтап қалды. Абылай хан қазақтарға Қытайдікі темір қамыт, орыстікі ағаш қамыт, заманы келгенде құтылуға болады. Қытайдікінен құтыла алмаймыз. Қытайдың қамыты мойныңа түссе, ақырындап қыса түседі. Орыстың қамытынан босанып шыға бересің. 50 жыл ат үстінде ел қорғадым. Қазақтың бір атым жерінде ешкімге бермедім. Ұрпағым айтарым, Шүшіттің қулығына алданып қалмасын деп өсиет қалдырды.